Оқушының атынан білімлентке кіріп, тапсырманы қалай орындаймыз? Бірінші оқушының аты жөнімен кіреміз. Мен мысалы оқушының аты жөнімен кірдім. Одан соң кесте деген бар. Кестені басамыз. Кестеде бүгінгі күннің сабақтары шығып тұр, тапсырмаларын осы жерден көреміз. Әдебиеттік оқу. Сабақ деген жерге өту деген тұр. Өтуді басамыз. Алға. Мына жерде берілген. Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы байлық пен ақыл, ертегі. Осы жерден тыңдап аламыз. Тыңдап болған соң алға деген тапсырманы басамыз. Байлық пен ақыл ертегі бізге беріліп тұр. Ертеде шалдың 4 ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап былай депті. Мына тапсырманың бәрін оқып аламыз. Оқып болған соң және алға басамыз. Енді тапсырмамыз шығады. Шал ұлдарын жинап оларға не деп айтты? Ертеде 4 ұлы болыпты. Бір күні ұлдарын жинап былай депті. Мен қартайдым, біреуінің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы мен байлығы сай болса, сол мұрагерім болады. Әрқайсысы маған байлықтары мен ақылдарын көрсетіңдер депті. Біреуінің үй иесі болатын уақытың жетті депті. Патша болатын уақыты жетті, ел басқаратын уақыты. Үй иесі болатын уақыты жетті депті. Тексеруді басамыз. Жарайсың, дұрыс. Ары қарай жалғастырамыз. Денсаулығым, байлығым. Қандай тапсырма берді әкесі ұлдарына дейді. Байлықтарың мен ақылдарыңды көрсетіңдер депті. Тексеру. Жарайсың. Дұрыс орындасақ, осылай жарайсың деп шығады. Кейіпкерлердің іс-әрекеті. Кейіпкерлер. Сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың дейді. Шалдың әрекеті. Мен асыл тасты жүзікте, сәнді киімде жоқ деген кіші ұлының әрекеті. Кім атады? Шал атапты дейді. Тексеру. Дұрыс, жарайсың дейді. Алға. Шалдың ұлдарын жинауы мұрагердің тыңдайтын берілген жоспармен сәйкес мәтін бөліктерін мазмұндауға болады дейді. Түсінбедім не дейді? Мұрагерім болады, байлықтар мен ақылдарын көрсетіңдер депті. Жарайсың дейді. Осылай тапсырмаларды орындап боламыз. Тапсырмасы көп екен мынаның. Қай ұлының жауабы шалға ұнады? Кіші ұлының жауабы шалға ұнады. Кіші баласы қандай жауап қайтарды? Еңбекқор қолым бар деп айтты. Қандай өсиет айтты? Інісінің айтқанын шықпауға өсиет етті. Тексеру. Жарайсың дейді. Міне біз 100% тапсырманы орындадық.